Рамазан айындағы сауабы мол амалдар және тыйым салынған әрекеттер. Бір ізгі адам Рамазанның сауабынан құр қалу, бүкіл дүниенің игілігі мен жақсылығынан махрұм болу деген екен. Расында көп асаған көп ұйықтайды. Көп ұйықтаған көп игіліктен құр қалады. Ауызашар тамаққа тойып алатын сәт емес. Ауру астан деген. Көп жеген артық салмақ жинайды. Артық салмақ ауру шақырады. Алла сақтасын. Уақытты жүйелеу. Рамазанда әрбір сәт маңызды. Уақыт мүміннің нығметі, оны ізгі істерге арнасақ, досымыз, бос өткізсек, дұшпанымыз. Бір сәтте досыңа да, дұшпаныңа да айналатын уақытты қалай пайдалану әркімнің өз таңдауында. Досты таңдайық. Оразада отбасына көңіл бөлу. Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген тәмсіл бар. Осы сөздің мағынасын майыстырып айтсақ, отбасы тәрбиесімен айналыспасаң, бала-шағаң сенімен айналысады. Расында солай. Бала-шағаға көңіл бөлмесең, тәрбиесі нашарлап, сені бір күні ұятқа қалдырады. Ауызашар, сәресі отбасымен рухани сұхбат құрудың сәулелі сәт емес пе? Сәтті жіберіп алмайық. Әр сәт ғанибет. Өзімізді өзгертпесек. Бір ғұлама Рамазаншыл болма, Құдайшыл бол деген екен. Расында бір жұтым судың қадірін сездірген, шариғаттағы тыйым былай тұрсын, рұқсат етілген істен нәпсіні тежеуді үйреткен оразадан кейін өзімізді өзгертпесек енді ұят. Бұл айтылған оң амал біздің ойға келген дүниелер. Оған қосам десеңіз, мархабат.